Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі пәнінен 15-ші сабақ ю әрпінің жазылуы тақырыбын өтеміз. Балалар, 60-шы жаттығуға қарайық. 60-шы жаттығу мәтінді түсініп оқы. Мәтіннің тақырыбы парашют. Парашютпен ұшақтан секіруге құмар болдым. Ол үшін әуелі парашютпен мұнарадан секіріп үйрендім. Содан кейін ұшақтан секіруге талпындым. Бір күні таңертең беліме парашют байлап ұшаққа міндім. Ұшақ жерден биікке көтерілді. Қорыққаннан жүрегім дүрс-дүрс соқты. Мен секіруге әзірленіп, ептеп ұшақтың қанатына шықтым. Сол кезде ұшқыш қолын көтерді. Ұшақтың қанатынан төмен қарай секірдім. Аздан кейін бір ауылдың қасына келіп түстім. Авторы Талғат Бигелдинов. Мәтінде не туралы айтылған? Жақсы жарайсыңдар. Парашютпен секіру туралы айтылған. Қалай секіріп үйренуге болатындығы туралы айтылған екен. Балалар, мәтіннің алғашқы 3 сөйлемін көшіріп жазыңдар. Парашютпен ұшақтан секіруге құмар болдым. Ол үшін әуелі парашютпен мұнарадан секіріп үйрендім. Содан кейін ұшақтан секіруге талпындым. Енді осы сөздердің ішінде ю әрпі бар сөздердің астын сызып қойыңдар. Парашют дегенде ю әрпі бар. Парашютпен деген сөзде де ю әрпі бар. Міне осы сөздердің астын сызып, алғашқы сөйлемді әдемі етіп жазып аламыз. Жақсы жарайсыңдар. Келесі 61-ші жаттығуға қарайық. 61-ші жаттығу. Суретке қарап, гимнастикалық жаттығу жасау кезінде не істеу керек екенін айт. Дұрыс айтасыңдар. Спорттық киім кию керек. Жақсы. Тағы не істеу керек балалар? Тік тұру керек. Орнымыздан тұрып, шалқайып, еңкейіп, қисайып, жаттығу жасауымыз керек. Балалар, жақсы. Балалар, сөздердегі көп нүктенің орнына ю әріптерінің тиістісін қойып көшіріп жаз. Шалқаю, еңкею, қисаю, көшею, яғни ю әрпін қойып жазамыз. Балалар, бұл жаттығуларды қай сабақта үйренесіңдер? Дұрыс айтасыңдар. Дене шынықтыру сабағында, жақсы. Балалар, сөздегі и әрпінен соң у жазылмайды, ю жазылады. Қию, кию, жию деген сөздер секілді. Жақсы балалар, келесі 62-ші жаттығуға қараймыз. 62-ші жаттығу. Сызбадағы сөздерге ортақ әріпті тауып оқы. Неліктен сол әріпті қойғаныңды дәлелде. Есею, көбею, тыңаю, сарғаю. Барлық сөздерге ортақ әріп ол ю әрпі екен. Жақсы жарайсыңдар. Енді балалар, келесі 63-ші жаттығуға қарайық. 63-ші жаттығу сәйкестендір. Мяулайды, пырылдайды. Не мяулайды, пырылдайды? Мысық. Дұрыс айтасыңдар. Келесі. Шәуілдейді. Күшік шәуілдейді. Аю ақырады. Жақсы балалар. Енді балалар, 64-ші жаттығуға қараймыз. 64-ші жаттығу. Жоспар және тірек сөздерді пайдаланып, әңгіме құрап жаз. Хайуанаттар бағына саяхат. Хайуанаттар бағындағы қызықтар саяхаттың әсері деген жоспарға сәйкес мына тірек сөздерді пайдаланамыз. Балалар, саяхат жасау, маймыл, піл, керік, қуану деген сөздерді пайдаланамыз. Ал балалар, енді әңгіме құрайық. Балалар хайуанаттар бағына саяхатқа шықты. Хайуанаттар бағында піл, керік, маймылды көрді. Хайуанаттар бағында әр жануарды көріп, қызыға тамашалады. Балалар достарына көрген қызықтар туралы бір-біріне айтып берді. Жақсы балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды.
Каналға лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Сау болыңдар балалар, келесі сабақта кездескенше.